Саламатсыздар, қадірлі көрермен, эфирде сұхбатымыздың кезекті саны. Біз әрдайым кәсіп, білім, даму бағытында тақырыптарды қозғап жүрміз. Сіздерді бүгінде бір керемет экспертпен таныстырғым келіп тұр. Педагог, химия пәнінің мұғалімі, декреттегі ана, көрнекілік саласы бойынша эксперт Тұнық Маденқызы. Тұнық ханым, студияға қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қош көрдік. Рахмет осы студияға шақырғандарыңызға, подкастқа шақырғандарыңызға. Аты жөнім Тұнық Маденқызы болады. Қазір кезде декреттегі анамын, көрнекілік саласы экспертімін. Жалпы мен сіздің парақшаңызды қарап шықтым, жасап жүрген жұмыстарыңызды көріп шықтым. Енді өзіңіз осы педагогика саласына, химия пәні мұғалім саласына қалай келдіңіз? Әңгімені сол кезге қарай жіберсек. Жақсы. Жалпы бұл менің именно мұғалім болуыма себепкер болған жандардың бірі бұл әкем мен атам болатын, яғни папамның ағасы. Папам ағасы, атам ата деп айтамыз. Ол кісі өте не кісі болған, мұғалімнен көтерілген кісі болғанда, өте жоғары деңгейге дейін қазіргі кезде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ақын жазушылардың уже мүшесі, әртүрлі кітаптары бар. Ол кісі көп айтатын еді үйге келген кезде: Тұнық, мұғалім бол. Мұғалімдік андай ғой, сол кезде кісілерден андай қалғанда, мұғалім болатын болсаң өлмейсің, ақша келіп тұр, әйтеуір мемлекеттік жұмыс деген сияқты. Сол үшін әкем де постоянно айтатын: қызым, мұғалім бол, мұғалім болсаң өлмейсің, мемлекеттің жұмысы деген сияқты. Сонымен ол кішкентай кезден бастап миымызға құйылып қалған. Сонымен мектепке барған кезде мен қалайда мұғалім болам, бірақ қай пән мұғалім екенін білмеймін өзім. Сөйтіп жүрген кезде 8-ші сыныпқа барған кезде алғаш химия пәні мұғалімі келеді, Құрманхан апайымыз. Құрманхан апайымыз енді жасы үлкендеу кісі болды, өте сабырлы, салмақты, сондай бір ақылды кісі болды. Маған қатты ұнап қалды. Сосын ол кісіге қарадым да мен айттым: мен қалайда Құрманхан апай сияқты мұғалім болам, химия пәні мұғалім болам деп. Сондай мақсатпен жүріп 11-ші сыныпта химия пәнін таңдап, сол химия пәнінен жоғары балл жинап, сонымен Өскемен қаласына грантқа оқуға түскен болатын. Өскемен қаласында Сәрсен Аманжолов атындағы университет бар. Сол университетті бітіріп, алғашқы сол мұғалімдік баспалдағымды сол Бұқтырма деген ауыл бар, сол жерден бастаған болатын. Сіз Өскеменде туып өстіңіз, Жоқ, Талдықорғандікімін мен негізі. Мама, папа бәрі Талдықорғандікі. Бірақ мен оқуға сол Өскемен қаласына серпін бағдарламасы шыққан болатын, как раз біздің кезде. Жастарға арналған. Сол бойынша серпін бағдарламасымен Өскемен қаласына оқуға түсіп, сөйтіп Өскеменде бітірдім 4 жыл химия пәні. Жақсы, сіз жалпы өзіңіз осы химия пәнінің мұғалімі бола жүре, сізде ол кезде мынандай көрнекіліктер деген сала сізге бейтаныстау болғанша қажетті болды, Сол кезең туралы айтып кетсеңіз. Күшті сұрақ қойдыңызшы. Ол кезде мен енді 2018 жылы бітірдім, бір 6 жыл бұрын ғой. Сөйтіп мектепке барам. Мектепке барған кезде менде андай болды. Реальность, ожидание, реальность болады ғой. Вот сондай болды да. Ауылдық жер ғой. Мен барған кезде ойладым, мен оқушыларға күштілеп сабақ өтемін, неше түрлі реактивтермен, әртүрлі заттар көрсетем деген сияқты сондай оймен бардым. Мен барған кезде ондайдың ештеңе жоқ. Химия пәнінен енді біз в основном зертханалық, лабораториялық жұмыстар жасаған кезде әртүрлі реактивтерді бір-біріне құйып, енді оқушыларға қызық қой, бір түстен бір түске айналуы деген сияқты. Сондай нәрселердің барлығын көрсетем деген ниетпен бардым. Бірақ ауылдық жерде өкінішке орай ондай болмады. Мен оқыған мектепте болған. Құрманхан апайымыз бізге әртүрлі реактивтерді көрсететін. Сол себепті мен де сондай оймен барған едім. Өкінішке орай ауылдық жерде ондай болмады. Сөйтіп, мынандай нәрселердің барлығын мен қолымнан жасадым. Қолымнан жасаған кезде, енді қазір мына жерде аппарат бар, сонымен не істейсің, жаңағы ламинаттайсың деген сияқты қазіргі заманда күшті ғой енді дамыған. Ал мен именно сол кезде бұл көрнекілік дегенді мүлдем білген жоқпын. Цветной принтермен осы сияқты әртүрлі көрнекіліктерді шығаратынмын химия пәнінен. Сосын отырып алып, оны ойлаңызшы, скотчтайтын. Кәдімгі обычный скотч бар ғой. Сонымен отырып алып, көп уақытқа шыдасын. Енді оқушылар әртүрлі тапсырмалар жазып не істеген кезде бәрібір білініп қалады ғой. Сондай білінбесінші деп түнімен отырып скотчтап жасап, сөйтіп алғашқы көрнекіліктерім сол кезден басталған болатын. Алғаш баспалдағы сол кезде. Сол кезде басталды. Енді сіз жаңа айтып кеттіңіз, декреттегі ана деп, жалпы декрет кезеңде сіздің осы жұмысыңыз басталған екен, хоббиіңіз деп басталған хобби болып. Енді жалпы осы саланы мұғалімдерге үйретемін, әрі қарай экспертлігімді дамытамын деген тәуекелге сіз қалай келдіңіз жалпы ол шешімге? Осы салаға 1,5 жыл бұрын келдім. Келген 2022-ның
Иә, август айында келген болатынмын. Ол кезде осы именно көрнекілік саласына қызыққан кезім аяғым ауыр кез еді. Қызыма, тұңғышыма аяғым ауыр кезде осы салаға қызығып жүрдім. Сөйтіп, басқа мен сияқты эксперттер бар ғой, ол кезде мен бастаған кезде эксперттер өте аз болды осы көрнекілік саласы бойынша. Сонымен әртүрлі эксперттерді тауып алып, химия пәнінен өзім ашық сабақ өту керек болдым. Сол ашық сабағыма әртүрлі көрнекіліктер заказ беремін. Ол көрнекіліктер келген кезде енді мына сияқты неше әдемі көрнекіліктер ғой, қараймын да қызығамын. Сол кезде менде бір мақсат болады. Мен қалай да осындай көрнекіліктерді химия пәнінен жасаймын. И химия мұғалімдерінің сабағының жеңіл өтуіне мен жәрдемдесем деген мақсат пайда болады да менде. Хотя бұл нәрседен мен ақша табамын деп ойлаған жоқпын. Мектепте мынандай нәрсе қалыптасып қалған ғой, химия қиын, ашиды миың деген да. Ол Иә. нәрсе маған қатты өтіп кеткен нәрселердің бірі шынымды айтатын болсам. Потому что мектеп кезінде де, мен оқып жүрген кезде де сыныптастарым айтатын, мен мұғалім болып жүрген кезде де оқушыларым айтатын еді да. Содан мен ойладым, химия қиын емес. Егер мұғалім жеңіл, оңай түсіндіре алатын болса, химияны баланың иә, өзіне көрсетіп түсіндірсе, иә. иә, формуламен әртүрлі түсіндіретін болса, химияны түсініп кете алады бала. Хотя бы химия пәнінен өзінің бір фундаментін, негізін алып кете алады деген мақсат болды да. Мен химия пәнінен көрнекіліктер жасаймын. Сөйтіп зерттедім, химия пәнінен бар ма? Химия пәнінен мұғалім таппадым мен. Мүлдем көрнекілік саласы бойынша. Сонымен кішкентайымды сөйтіп қызығып жүрген кезде кішкентайымды босанамын. Кішкентайым әлі 40-нан шықпаған, бір 10 күндік осы көрнекілік саласына келем уже. Кішкентайымды сылтауратпаймын. Менде андай ішімде бір андай мықты бір не болды, Аллах тағала сондай бір нәсіп етіп қойды ма, мен қалай да жасаймын деген. Менде сылтау болған жоқ шы. Ата-енеммен тұрамын, хотя бы күйеуің бар, балаң бар деген сияқты шы. Сабағыңыз бар, иә. Иә, сонымен сөйттім де мен қалай да жасаймын деп, бір қызым 2 айлық кезінде уже осы көрнекілік саласын бастап кеттім. Бастап кеттім де, отбасымның несі қатты қолдауы жақсы болды. Сонымен осы көрнекілік саласын ақырындап бастап, алғашқы заказымды сол жаңағы әртүрлі группаларға таратып бастадым. Енді мұғалім болған соң неше түрлі группалар болады ғой өзінде. Сол группаларға тараттым, мен осындай көрнекіліктер жасаймын, егер қажет болса маған заказ беріңіздер. Сөйтіп жекеме көп мұғалімдер сұрап жазады. Сөйтіп алғашқы заказым бір 22 мың теңге ма, сол күнгі сондай болатын. Мен сол кездегі қуанышымды айта алмаймын. Секіріп жүрмін ғой, айғайлап шы. Сосын жүгіріп барамын да енеме, апама, апа, мен заказ алдым осы көрнекілік бойынша. Ол кісілер түсінбейді, мына тұнық не жасап жүр дейді да бастапқы кезде ше. Мен өзім жолдасыма ғана түсіндіріп айтамын, жолдасым түсінеді. Сонымен мынаның бәрін жасаймын да, суретке түсіру керекпін деп, әртүрлі тұнық сен не жасап жүрсің дейді. Апа, сәл шыдаңыздар, мен сосын сіздерге түсіндіріп айтамын деп ше. Сосын кейін сөйтіп апама жүгіріп барып айтамын, заказың көбейе берсін балам деп маңдайымнан сүйді. Сөйтіп, иә, мен сөйтіп бата алып, сөйтіп не істедім. Сосын ол күні сенесіз ба, екінші адамнан тағы да заказ келеді, бір 11 нәрсе. Сөйтіп мен бір күнде осы көрнекіліктен бір 30 бір нәрсе мың теңгеге заказ аламын. Мен енді ол кездегі эмоциямды жеткізе алмаймын. Просто ойлаңызшы, мен жай ғана декретте отырмын, кәдімгі зарплата жоқ, жолдасың бір ақшасына қарап отырсың, и сен аласың да бір күнде 31 нәрсе мың теңге табасың. Бұл эмоция сол кездегі жеткізу өте қиын ше. Қатты қуандым. Өзің еңбегіңмен мынаның барлығын өзің жасайсың. Өте ерекше сондай бір Аллах тағала сезімдерді сол күні сыйлады маған. Сіз мынаның барлығын өз қолыңызбен жасайсыз, иә? Жалпы жасалу процестері қалай? Соған тоқтала кетесіз бе жалпы? Суретін жүктеп аласыз, иә? Иә, мысалы ретінде, қазіргі кезде мен тоқталғым келіп тұрған нәрсе, бұл бізде байқасаңыздар, қазақи құндылықта қазіргі кезде мектепте қазақи құндылықты дәріптеп жүріп жатыр. Маған қатты ұнайды сол нәрсе ше, мектепке сол нәрсені қойып қойғанда. Сондықтан соңғы кезде көрнекіліктерді парақшамызда қарасаңыз, прямо мындай қазақи құндылықта жасаған оюлармен, домбырамен деген сияқты. Соған не бөле отырып, мысалы ретінде мына суреттердің барлығы қолмен салынған суреттер. Мынау интернетте жоқ. Интернеттен сандық деп іздейтін болсақ, бізде өте ескі суреттер, бұрынғы замандағы суреттер шығады. Сондықтан біз мұғалімдерге максималды түрде качественный көрнекіліктерді беру үшін, жасап беру үшін біз мына суреттердің бәрін қолдан салынған. Мына домбыраларымыз барлығы қолдан салынған. Мына жердегі көрнекіліктеріміздің мысалға дизайндерін интернеттен аламыз. Бұл дизайн жасап аламыз бірінші электронды түрде, кәдімгі мұғалімдердің көбісі қолданатын PowerPoint бағдарламасында бұның барлығын жасап аламыз бірінші электронды түрде, жазуын бәрін жазып деген сияқты. Одан кейін қағазға кәдімгі шығарамыз, глянц қағазға, цветной принтермен.
Одан кейін бұны қиямыз қайтадан, сосын оны ламинаттаймыз, одан қайта қиямыз, сосын барып уже ана липучкаларын артындағы жаңағы мынау тақтаға просто жабыстырып қоюға арналған магниттері. Осы магниттердің барлығын жабыстырып біз құрастырамыз. Жұмыс барысы бізде осылай жүреді. Бастапқы кезде бір 3 ай деп айтсам болады, өзім жасадым. Өзім қидым, өзім ламинаттым, бәрін өзім жасадым. Заказды да өзім алатым, Инстаграмға да сторис салатынмын. Енді Инстаграм жүргізу, жаңағы бәрі жұмыс қой. И жолдасым көмектесетін, жұмыстан келгеннен қиып. Сосын атам, қайнатам көмектесетін. Мен қатты риза болдым ол кісілерге. Сол кездегі көмегіне. Қызым 2 айлық қана, 2 айға да толмаған ғой. Енем қызымды қарайды. Қайнатам түнде кешкісін 6-да жұмыстан келеді, тамағын ішіп алады да, түнге дейін 1-ге дейін отырып менің қағаздарымды қисады. Біз бастапқы кезде, мен именно 1,5 жыл бұрын бастаған кезде заказ көп болды бізде. Біз датаға үлгермей қалдық. Мен көзім қызарып, түнге дейін жүретім ғой, таңға дейін. Кішкентайым бар. Мен сол кездегі өзіме таңғалмаймын. Аллахтың маған берген сондай бір күшіне, Аллахтың маған берген бір энергиясына таңғаламын да. Мен қалай сол кезде жүрдім. Қазір ойласам невозможно сияқты. Ойлаңызшы, кішкентай балам бар, ата-енеммен тұрам, үйің бар, тамағың бар, күйеуің бар, соның бәрі. И плюс таңға дейін сен ұйықтамай осының бәрін жасайсың деген сияқты. Вот сондай бір кезеңдерден өттік. Бір 3 айдан кейін уже көмекші қыз алып бастадым. Көмекшілерін жасап бастады ақырындап деген сияқты. Қазіргі кезде ұйқысыз түндер, көп жағдайда ойлайды да маған сыныптастарым, енді сынып кезінде кішкене бір тұйықтау қыз болдым. Көп ешкіммен ашылып сөйлесіп кете алмаймын, бір ортаға кіріп кете алмайтынмын. И қазір сыныптастарым, группаластарым көреді да, қалай бұл дейді да, тынық қалай жеттің бұл нәрсеге дейді да. Айтам да, сендер менің 1,5 жылдық еңбегімді көрген жоқсыңдар ғой. Ол енді біліп отыр да. 1,5 жыл мен қаншама жасым, заказ болмаған кездер болды, заказ болып дұрыс болмаған кездер болды. Жылап отыратын едім, жолдасым алдына барып алыпшы, заказ жоқ деп жылап отыратын. Дұрыс болмай жатыр, жасай алмай жатырмын деп жылап отыратынмын. Ұйқысыз түндерім, кішкентайым бар деген сияқты. Соның барлығын айтсам, олар просто сенбейді да. Сен қалай бұл деңгейге жетесің 1 жылдың ішінде депші. Мен айтам, мен жеткен жоқпын. Аллах тағала просто мен адамдарға себепкер етіп, Аллах мен жеткізді бұл дәрежеге деймін да. Айтады, сен табыс тауып жатыр екенсің ғой. Давай сен маған үйрет, мен де осылай сен сияқты табыс тауып кетейін дейді да. Мен ол группаластарыма, жаңағы сыныптастарыма, подругаларыма айтамын да, таныстарыма, ақша үшін келмеңіздер деймін да. Сіз бұл жерге ақша үшін келесіз ба? Таппайсыз, нөлмен кетесіз депші. Когда мен адамдарға пайдалы болғым келеді, мен жаңағы мұғалімдерге осындай неше түрлі көрнекіліктер жасап бергім келеді, олардың сабағының өтуіне пайдамды тигізгім келеді деп сіз келетін болсаңыз, сол кезде барып сіз жақсы табыс тауып кете аласыз депші. Бірінші ниеттен құлайтын болсаң, уже сен пайда жоқ депші. Вот солай ақшаға қызығып келетін кісілер де болады, именно осы салаға. Осы сала енді дамып, күшті дамып келе жатқан, прям енді осы 2024-тегі бір андай хит дейді ғой, андай тренд нишалардың бірі уже. Жалпы көрнекіліктердің түрі бар екен. Жалпы бұның мұғалімге беретін пайдасы қандай? Жалпы мұғалім сабағын өткізе отырып, жаңа оқушыларға не бере алады? Соған тоқтала кетсеңіз. Жалпы қазіргі кезде оқушыларды сабаққа қызықтыру қиын болатын. Например, мен өзім мектепте оқып жүрген кезде мұғалімдер кәдімгі просто простой А4 қағаз болады ғой, соған іліп қана қоя салатын. Оның өзіне біз бүйтіп қарап отырып сабақ оқитын едік та. Ал мен мектепке барған кезде уже қазіргі оқушыларға жай ғана дәстүрлі сабақпен осылай деп тақырыпты түсіндіріп қана кетіп, дәптеріңе жаз деп бормен ғана, тақтамен ғана, дәптермен ғана түсіндіру қиын өте. Потому что оқушылардың назары әр жақта болады. Әртүрлі оқушы әртүрлі қасиетте болады ғой, мінез құлқы деген сияқты. Сондықтан ол оқушыларды бір жүйелі бір бағытта ұстау үшін, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін мұғалімдерге міндетті түрде қазіргі кезде көрнекілік керек. Уже мектеп тарапынан да қазіргі кезде міндетті түрде мұғалім көрнекілік болу керек. Мұғалім көрнекіліксіз сабаққа кіре алмайды уже. Сол себепті мұғалімдер өте көптеген көрнекіліктерге заказ береді. Бұл көрнекілікті бір рет алып қойса, уже ламинатталған ғой, 1-2 жыл жоқ дегенде қолданады бір сабағына алып қоятын болсашы. Жалпы мына көрнекіліктердің барлығын, например, липучкалы ойындарда, мына мысалға химия пәнінен домино.
Бұл химиялық ыдыстарды үйретуге өте жақсы. Себебі мына жерде домино тұрғы қайсысы деп оқушы алып келіп жабыстырады. Мынаның размері де үлкен ғой. Тақтаға мұғалім алып барып жабыстырып қойса болады. Осы тақырыпты өткен кезде осы көрнекілікпен оқушы жылдам үйреніп алады. Жаңағы топтық жұмыс қылып, жұптық жұмыс қылдырып жасайтын болса, мына жерде элементтерді 7-ші сыныпқа үйрету кезінде осы липучкалы ойындардың барлығын бүйтіп жабыстырып, әртүрлі қылдырып, әртүрлі енді қараңызшы, мына жерде түрлі түсті ғой, әдемі де барлығы. Даже мен кейде жасап отырып өзім ойнағым келіп кетеді ше. Оқушыларға осылай қолданып, осылай оқушыларға үйрететін болсаңыз, больше есінде қалады. Яғни мұғалімнің мектеп алдындағы, ашық сабақ өткен кезде мектеп әкімшілігі алдындағы, завучтардың алдындағы авторитеті көтеріледі деп айтуға болады ше. И плюс оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады бұл көрнекілік. Сонымен қатар алдында маған бір мұғалім жазады: Тұнық ханым, мен ашық сабағымды осы жолы күштілеп өткізу керекпін. Маған осы тақырыпқа көрнекілік жасап беріңізші деп. Мұғалімдер бізге тақырыптарын айтады, біз сол бойынша көрнекіліктер жасап береміз. Сөйтіп ол кісі жазады ғой. Мен ол кісінің аудиосын естіп, өзім жаман болып қалдым. Себебі ол кісі айтады: мен уже көрнекіліксіз сабақтарымды өтіп, завучтан ұрыс естіп, мектеп әкімшілігінен ұрыс естіп, мен шаршап кеттім дейді. Мен уже кәдімгідей әріптестерім алдында, не алдында уже қазір бір нем қалмай қалды. Бәрінен ұрыс ести беремін. Иә, беделім бір қалмай қалды. Бәрінен мен ұрыс ести беремін дейді. Кешке дейін ұрыс естіп шаршап кеттім. Сіз маған әдемі вау дейді ғой ше. Күшті, ешкімде жоқ деп айтады ғой мұғалімдер көбінесе ше. Сондай көрнекілік жасап беріңізші. Мен ана әріптестерімді, мектеп әкімшілігін аузыма қарататындай деп сөйтіп жазады да мұғалімдер ше. Мен сол кезде енді қанша дегенмен мұғалім болғаннан кейін жүрегің ауырып қалады да ол нәрсеге. Неге? Себебі оқушыларды жай ғана қарапайым сабақпен сіз вау эффект бере алмайсыз оларға. Сол себепті осындай неше түрлі көрнекіліктер керек. Енді бұл көрнекіліктерді 20-30 мың теңге құрып мұғалімдер бір рет алып алатын болса сабағына, оны бірнеше жыл қолдана береді. Яғни алып қойса, суреттерін өздері шығарып алады, кейін қолдана береді, Жоқ, біз осындай көрнекіліктерді, мысалға мынау біздің тәрбиешілерімізге арналған. Мектептегі балаларды, өзім қызым да 1,5 жаста, қызыма мынау күшті. Мыналардың барлығын ұстап бүйтіп, алған кезде, липучкамен бүйтіп алған кезде, андай қолдың моторикасын дамытқанға күшті, потому что мынаған күш керек қой, кішкентай балаға мынаны алу үшін да. Сөйтіп қызыма да не істеп қойғам. Осылардың арқасында қызым уже біледі мынаның барлығын, қайсы екенін, атын болмаса да әйтеуір орнына апарып қойып деген сияқты. Соның барлығын кішкентай балаларды 2-3 жастағы ата-аналар заказ беріп жатады. Мен баламды дамытқым келеді қазірден бастап депші. Қазір уже тек қана мұғалімдер, тәрбиешілер емес, ата-аналардың да қызығушылығы арттырып келе жатыр. Уже кейбір ата-аналар маған жазады: Тұнық ханым, мен балам уже кешкеден соткаға қарайды. Мен оны сотканы қалай алыстатсам болады деген ойладым да, сізді тауып алдым. Сізге осындай көрнекілікке заказ бергім келеді. Баламды осы көрнекіліктер арқылы мен дамытқым келеді деп ата-аналар да жазып жатады бізге. Ата-аналарға арналған, 2-3 жасқа, 3-4 жасқа арналған әртүрлі бізде көрнекіліктер болады. Керемет, ғажап. Тұнық ханым, жалпы сіз осы салаға келе бастаған кезде сізді айналаңыздағылар қалай қабылдады жалпы? Енді офлайн жұмыс істеп жүріп, онлайнға өткен кезде бір белгілі бір процестер болады адам басында. Бұл нәрсе оңай емес, мысалға, күндіз-түні берілесіз жұмысқа, онлайн жұмыс оңай нәрсе емес қой жалпы. Қалай қабылдау болды сіздің айналаңызда? Негізі көрнекілік жасауды үйретіп, онлайнға шығып, жаңағы Инстаграм жүргізіп бастаған кезде бәрі ойлайды, онлайн, значит, ақша түсіп тұрады постоянно деген сияқты. Но на самом деле жаңағы сторисыңызға идея, сторис дұрыстап жүргізу, жаңағы Инстаграмдағы контентіңіз, видеоларыңыз деген сияқты, соның барлығы кәдімгідей бір үлкен жұмыс та. Осы именно көрнекілік саласын бастаған кезде мен осы нәрсені оқығым келеді, осы нәрсемен айналысқым келеді деп мен жолдасым айттым. Жолдасым мен енді постоянно қолдап отыратын кісі. Мен айтам ғой ол кісіге: Аллах тағала сіз берген сыйсыз ғой маған депші. Постоянно не жасаймын дейді, жаса, не оқимын дейді, оқы деп отыратын кісі. Сонымен осының барлығын жасаймын деген кезде отбасыма айттым, ата-енеме айттым. Ата-енем де қолдады. Атам да, мен постоянно қайнатам: жаса, Тұнық, жаса, қолыңнан келеді, жасай бер, болмаса да жасай бер депші. Ата-анам айтқан кезде де, ата-анам мені кішкентай кезінен бастап өте мені қатты қолдап өсірген кісілердің бірі. Тұнық, болмай қалама, ештеңе етпейді, до конца дейтін кісілер да ол кісілер. Сөйтіп мен қолдау менде болмады деп айта алмаймын, менде қолдау жақсы болды. Мен сол себепті шығар, бірінші Алла, екінші сол жаңағы отбасымның қолдауының арқасында осындай бір тез жасап кеттім. 1 жылдың ішінде менде бір қатты скачок болып кетті деп айта аламыншы.
онлайнға шығып сторис жүргізіп бастаған кезде, ең басында сторис жүргізген кезде бүйтіп өзіңді түсірген кезде мен қорқатынмын. Мен сторисқа өзім шыға алмайтынмын. Көрнекіліктерді видеоға түсіремін де, вот бүгін міне осындай көрнекілік жасадым деймін да, соны видеоға түсіріп, сторисқа соны ғана сала беретін. Хотя соның өзінде заказ келетін. Енді қазіргі кезде айтамыз ғой, эксперт өзі шықпаса сенімділік тудыра алмайды деп ше. Иә. Сөйтіп қорқып қорқынышымды жеңіп, не де болса сторисқа өзім сөйлеп шығып бастадым алғаш рет. Бастысы просто ниет екен, жасаймын, мен шығамын дегенше. Сонымен шығып солай бастадым онлайнға ақырындап. Жақсы болды. Айналамның қолдауы Нәтижесі барлығы. мінекей. Нәтижесі мінекей, иә. Көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы сіз үнемі білім алу, ізденіс үстінде жүресіз. Жалпы қандай білімдер аласыз, біліміңізді қалай толықтырасыз? Өзіңді жаңа дамыту жолына тоқтала кетсек. Жалпы мен өзім мектеп кезінен өте жақсы көрем дамыған, білім алған. Мен кішкентай нәрсе білсем де қатты қуанатын жанның бірімін ше. Мен мына нәрсені білдім, мына нәрсені мен қалай білмей жүргем деген сияқты. Сөйтіп мектеп кезінде жаңағы енді алатын курс, не алу керектігін білмейсің ғой ол кезде. Сөйтіп әртүрлі әдеби кітаптарды оқуға тырысатынмын. Сөйтіп алғаш рет мектеп жолымды жаңағы ауылдық жерден бастаған кезде кітапханаларға барып нелер алатынмын, әртүрлі курстар оқитынмын, өзімді дамытатын. Сол кезде курстар оқығанда жаңағы 990, 1990 деген сияқты нәрсе ғой. Басында сондай нелер көп болды ғой, осы бірнеше жыл бұрын. Сондай нәрселерді алып оқи беретін едім да ше. Жаңағы рухани жағынан деген сияқты. Енді осы көрнекілік саласына келген кезде 2023 жылы ең менің алғаш рет қымбатқа алған білімдерімнің бірі бұл Дубайға баруым болды. Егер білетін болсаңыз, осы Қазақстанда Ая Әжібек деген Дубайда тұратын бір психолог бар. Сол кісінің Дубай тренингіне бардым. Сол жаңағы 1,3 миллион теңгеге алған білімімнің бірі, сол қымбат білімімнің бірі сол кісі болды. Дубайға барып, жаңағы жаңа шет елді көріп, білім алып деген сияқты, норман көтеріліп, жалпы әйел адамдар бір эмоционалды боламыз ғой, жаңағы көп адамға ренжіп қоямыз, анау-мына деген сияқты, сол нәрсемен өкпе ренішпен жұмыс жасап деген сияқты. Солай бір апта сол алғаш рет Дубайға барып қайтқан болатын. Одан кейінгі сол алған білімім Табиғат ағай. Табиғат Қауатай, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Ол кісінің алғашқы шәкірттерін, сол 15 шәкіртінен сол Дубайға барып білім алып қайттық 2023-тің жаз айында. Сол постоянно сол білім алып дамуға тырысам. Тек қана менде бастапқы кезде жаңағы сыртқы сату, әртүрлі прогрев жасау, Инстаграм жүргізу, Инстаграм упаковкалау деген сияқты білімдерді ала берген болсам, бір күні менде бір тоқырау болды деп айтсам болады. Выгоранияға деп айтамыз ғой, рухани бір тоқырау болды деп айтсам болады. Вроде көмекшілерім істеп жатыр, жаңағы табыс тауып жатырмын, отбасында бәрі нормально, барлығы баланста, бірақ менде бірдеңе жетіспейді. Түсінбеймін өзімне жетіспейтін. Сөйтсем де жаңағы Гаухар Икигай деген ханым бар, сол кісінің Ихро деген менторлығы болады. Сол менторлығын алып оқимын рухани жағынан. Сол кезде барып өзім түсіндім, мынаның барлығын жасағаннан кейін менде бір рухани тоқырау болған, маған бір рухани білім керек болған. Мен Аллаға деген жаңағы шүкіршілігімді арттыру керек болған, жаңағы Аллаға постоянно енді рахметімді айту керек болған, зікірлерімді көбейту керек болған, жаңағы истихбарымды көбейту керек болған. Соның барлығы менде жұмыс деп жүріп, сондай бір деңгейде төмендеп кеткен. Сонымен сол кезде мен түсіндім, адам барлық нәрсені баланста ұстау керек екен. Тек қана жаңағы сыртқы жағынан ғана білім ала беруге болмайды, бізге рухани да білім керек екенін түсініп, сол кезде алғаш рет сол рухани алғашқы өзімнің білімімді алып, сол кезде дамып бастаған болатынмын. Сол постоянно білім алып, бір 2 айда бір рет білім алатын шығармын. Жаңағы миллиондап болсын біліміме құя бергенді жақсы көрем. Мына жаңағы көрнекіліктен тапқан табыстың барлығын тек қана бір үйге бірден алуым керек, перде алуым керек, диван алуым керек, анау алу керек, мынау алу керек дегеннен қарағанда, мен лучше ол нәрсені біліміме құйғанды жақсы көрем. Себебі мен мұғалімдерге, жаңағы аудиторияма, оқырмандарымға өте жақсы пайдалы нәрселерді бере алу үшін менде постоянно бір білім болу керек, постоянно мен дамып отыру керекпін. Өйткені ол кісілердің 1,5 жыл бұрынғы мен бастаған кезден қазіргі кезде уже мұғалімдердің сұранысы, қазіргі кездегі мұғалімдердің бір деңгейі уже өсіп бастағанда, қарапайым нәрселерді қазір мұғалімдерге айтқан кезде, не істеген кезде ол кісілерге уже қарапайым нәрсе болып қалуы мүмкін да. Ал мен жаңа деңгейде білім алып, жаңа деңгейде инсайттармен бөлісіп бастайтын болсам, сол кезде ғана ол кісілерге мен бір вау эффект бере алуым мүмкін да. Сол себепті мен постоянно дамығанды қатты жақсы көретін адаммын.
түсінікті. Жалпы иә, өзіңіз осы онлайн түрде мұғалімдерге өзіңіздің жасайтын дүниелеріңізді сіз үйретесіз, иә? Курс түрінде ма, жаңағы менторство деп жатамыз ғой. Жалпы иә, сізден үйренген шәкірттеріңіздің жетістіктері қандай, соған Мгм. тоқтала кетсеңіз. Жалпы осы көрнекілікті именно үйретіп бастағаныма бір жыл көлемінде болды. Осы 2023-тің январь айынан бастап алғашқы курсымды жасап бастаған болатынмын. Яғни мына жерде алып келіп отырған сіздерге көрнекіліктерім бұл бір кішкентай бір тардай ғана бөлшегі деп айтсам болады. Себебі көрнекіліктің өте көптеген түрі бар. Көрнекілік жасау курсында алғашқы кезде мен бір 14-16 түрлі көрнекіліктің жасалу жолын үйретіп бастадым. Қазіргі кезде біз уже 28 түріне дейін үйретеміз. Уже 28 түрлі көрнекіліктің жасалу Әр жолын пән үйретеді. бойынша ма? Көп сұрайтын мұғалімдердің сұрағы, мен қазақ тілінен үйрене ба, биологиядан үйрене аламын ба деген сияқты әртүрлі пәннен сұрайды да. Мен айтамын, пәнге бөлінбейді. Мен именно осы көрнекіліктің мысалы ретінде осы жаңағы көрнекіліктің диірмен ойыны деп айтамыз. Бұны біз осы диірмен ойынының жасалу жолын мен мұғалімдерге үйрететін болсам, ол кісілер мынаны биологияға да жасайды, химияға да жасайды. Мысалы ретінде мынау бір балабақшаға арналған көрнекілік, бірінші сыныпқа арналған көрнекілік деген сияқты. Именно осы көрнекілікті химия пәнінен де, биология, тарих барлық пәнге жасауға болады. Сондықтан біз пән деп бөлмейміз. Общий 28 түрін үйретеміз, сол түрін өзінің пәніне лайықтап мұғалімдер уже жасап ала береді. Осы кезге дейін бір жылдың ішінде бір 500-ден астам мұғалімдер, тәрбиешілер, уже 500-ден астам студенттерім бар. Студенттерімнің алғашқы легі уже әртүрлі табыс тауып, даже алдында осы көрнекілік саласы бойынша алғашқы потогыма, бір жыл бұрын потогыма қатысқан кісі вебинар жасаған кезде келіп бөлісіп жатыр. Көрнекілік саласы арқылы үй алған. Көрнекілікпен айналысып, Алматы қаласына 2 бөлмелі үй алған екен. Мен естіп, аузым соншалықты деңгейде ашылды да, мә қалай депші. Яғни қарайтын болсақ, жасаймын деген адамға Аллах тағала әрекетіне қарай ризық несібесін ептегіп беріп қояды да. Мен өзім көрнекілік саласы бойынша осы не айында, октябрь айында машина алған болатынмын, именно салоннан. Енді ол кісінің көрнекілік саласы бойынша мен үй алдым деген кезде, шын айтсам, мен қатты таңғалдым. Мен қатты қуандым ол студентім үшін. Өйткені бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе да. Көп ұстаздарымыз жаңағы көрнекіліктерді жасайды, көп жағдайда жинай алмай қалып жатады, крупный нәрсе ала алмай қалып жатады деген сияқты. Бірақ ол студентім алғашқы потогымда солай үй алған екен Алматы қаласы бойынша. Яғни көптеген студенттерім бар, табыстарын миллиондап, 200 мың, 500 мың, 300 мың. Хотя ол кісілер мектепте жұмыс істейді. Мұғалім болып жүріп, солай қосымша 300 мыңдап табыстау жүрген кісілер бар. Кейбір кісілер, студенттерім жазады ғой, Тұнық ханым, мен мектепте жұмыс істеймін, уже мектептің жұмысынан шаршап кеттім дейді. Мен осы көрнекілік саласына қарай ақырындап келгім келеді, сіз маған қандай кеңес бересіз деп жазатын студенттерім болады. Енді ол кісілерге сіздер алыңыздар да болды, мектептен кетіп қалыңыздар деп айта алмаймыз. Ақырындап мысалға табыс тауып бастаған кезде стабильно 300 мың, 500 мың тауып бастайтын болса, сол кезде барып может енді өзінің қалауы бойынша мектептен кетемін десе, сол кезде барып кетсе болады да. Енді бірден болды көрнекіліктен тауып жатыр екенмін деп бірден несеп кетуге де болмайды. Иә, шығып кетуге де болмайды. Қосымша ақырындап айналысып жүре беруге болатын саланың бірі. Енді көптеген студенттерім айтатын несі, бұл көрнекілікті жасаған кезде рахаттанамын дейді да. Менде де сондай. Көрнекілікті жасап отырған кезде, дизайнын барлығын ойластырып жасаған кезде бір күшті рахат сезімі сыйлайды да. Көп студенттерім жазады, мен осы көрнекілік жасап отыратын болсам, мен жаңағы мектептегі шудан, отбасыдағы шудан барлығынан демаламын депші. Білмеймін, көрнекіліктің бір сондай бір Аллах тағала беріп қойған бір сондай қасиеті бар ма? Шынымен де көрнекілікті жасап отырған кезде, дизайнын жасап отырған кезде, мыналарды қиып отырған кезде, сондай бір андай тұңғиық бір ойға шомылып, күшті бір рахаттанып, миың тынышталады бұл жерде ше, көрнекілік жасаған кезде. Шығармашылық жұмыс болғаннан кейін қатты миың тынышталатын бір жұмыстардың бірі. Әйел адам жаңағы эмоционалды түрде отбасың, бала-шаға, анау мынау деп кетеміз, бір ренжіп қаламыз болмайтын нәрсеге деген сияқты. Сондай нәрсенің барлығына бір ренжтерің барлығын бір басып, миыңның тынышталуына күшті көмектесетін құралдың бірі деп айтсақ болады.
Жаңа мен сізге сұрайын деп отыр едім, жалпы отбасыңызға барлығына қалай үлгересіз деп, жалпы енді ол жайында басында айтып кеттіңіз. Мгм. Үй іші барлығы көмектеседі, қолдайды. Иә, Сол себептен мен осындай жаңағы деңгейге жетіп келе иә. жатырмын деген сияқты. Қолдау ол өте маңызды ғой, жалпы Мгм. әйел адамға сенің жасаған бір жұмысыңды былай мақтап қойса да, әрі қарай ұшамыз ғой біз. Иә, солай. Солай иә жалпы. Мгм. Енді сіздің жалпы қазіргі таңда мұғалімдерге артылатын жүк өте көп. Мысалға иә мектепте көп нәрсе талап етіледі. Мгм. Жалпы әйел адамнан деп айтайықшы, 21 ғасырда талап етілетін нәрселер көп. Жалпы сіздің ойыңызша 21 ғасырдағы мұғалім ол қандай болу керек? Сол Мгм. жайында пікіріңізді білдіре кетсеңіз. Аха. Қазіргі кезде шынымен де мұғалімдердің мойнына артылған жүк шынымен ауыршы, себебі жаңағы балаға тек қана сабақ беріп қана кетпейді, баланы тәрбиелейді. Көп жағдайда айтамыз ғой, мұғалім сенің екінші анаң деп ше. Тәрбие береді, жаңағы мұғалім психолог та болу керек, ол балаға бірдеңе болып қалса психологиялық жағынан көмектесе алу керек деген сияқты. Сонымен қатар жаңағы неше түрлі қағазбастылық, ол адамда осы мұғалімде жаңағы мынандай көрнекіліктер де болу керек деген сияқты ше. Енді 21 ғасыр ұстазы қандай болуды талап етеді? 21 ғасыр ұстазы рухани жағынан дамыған, жаңағы жан жақты, сонымен қатар жаңағы оқушыны сабаққа қызықтыра алатындай, өзінің бір сондай мұғалім деген бір образы бар, дамыған, постоянно білім алуды жаңағы білім алып отыратын деген сияқты айтады ғой. Ұстаз қай күні дамуын тоқтатады, сол кезде уже ұстаз деген атынан уже айырылады деп айтады да. Яғни ұстаздарымыз уже бір күнде дамуын тоқтатпау керек. Қазіргі кезде заманның сондай бір талабы сондай да. Постоянно жаңашылдық болу керек мұғалімімізде. Жаңағы ұйымшылдық, тіл табысып кете алу, қарым-қатынас жағынан, ата-анамен қарым-қатынас деген сияқты. Соның барлығын айтқан кезде, бір сөзбен айтқан кезде 21 ғасыр ұстаздары енді универсал болу керек деп айтамыз. Иә. Шынымен сол нәрсені қазіргі кезде өте қатты талап етеді. Бір жағынан тағы да бір мынандай көзқарас бар да, жалпы мұғалімнің ақшасы аздау деген сияқты. Мысалы өзге шетелдерде қарасақ, мұғалімнің айлығы жаңа миллионнан жоғары, 2 миллион деген сияқты елдерде барып жатады. Жалпы сіз қалай ойлайсыз? Жалпы мұғалім енді жұмысы көп, бірақ ақысы аз деп ойлайсыз ба? Енді ол сіздің бір азаматтық көзқарасыңыз. Жалпы мен алғаш рет мектепке барған кезде 4 жыл енді мектепте жаңағы универде оқыдың, қызыл дипломмен барып тұрсын, тем более енді ауылдық жерде хотя бы тәжірибе жинақтап алайын деген оймен барып, сөйтіп алғашқы айлығым 70 000 теңге деген кезде аузым ашылып қалды. Мен 70 000 теңге алам деген ойлаған жоқпын да. Енді қазіргі кезде мұғалімдерді алатын болсақ, қазіргі кездің өзінде алғашқы айлықтары бір 120-150 мың болуы мүмкін, көп дегенде бір 500 мың. Тем более ол 500 мың теңгені бір 25-30 жыл стажы бар, категориясы күшті ұстаздарымыз ғана алады да. Менің ойымша мұғалімдердің айлығы аз. Қазіргі жасап жатқан жұмысына деген сияқты аз болғаннан кейін, кредитке жетпегеннен кейін, жаңағы күнделікті тұтынатын несіне жетпегеннен кейін мұғалімдеріміз қосымша табыс іздеп бастайды. Көп жазатын ұстаздарымыз маған бір айлығым жетпейді, мен 200 мың алам, мен 300 мың алам. Маған ол қазіргі кезде менің отбасым бар, бала шағам бар, жаңағы ата-енем бар, жаңағы үлкен алғашқы тұңғыш нелері балалары университетте оқиды, студент, соның барлығына маған ақша жетпейді, маған қосымша табыс керек деп шырылдап мұғалімдеріміз жазып жатады да. Ондай мұғалімдерімізге енді постараемыз не істеуге, көмектесуге, жаңағы ақыл кеңесімізді беруге деген сияқты. Мұғалімдердің зарплатасын енді көтергеннің өзінде қазіргі кезде білмеймін, енді өзімнің жеке пікірім аз сияқты көрем. Себебі мұғалім өте көп жұмыс жасайды. Біз сияқты болашақ ұрпақты тәрбиелейтін бұл ұстаздар болғаннан кейін, ұстаздардың еңбегіне лайықты түрде біз жалақы төлеу керекпіз деп есептеймін. Мен осы орайда бір немен бөліскім келіп тұр. Осы 2016-2017 жылдары неге Қытайға бардым, академический мобильностьмен мұғалімдер мені жіберді оқуға Қытайға, университетке. Сөйтіп барып оқимыз, студенттерім бір 30 студентім болды сол жақта, жаңағы қазақ группасы екен. Сонымен мұғалімдерімізбен енді сөйлесеміз ғой, универдегі жаңағы мұғалімдерімізбен. Сөйтіп сөйлесіп не істеген кезде ол кісілерге айтам, енді бөлсіңіздерші, қанша жалақыларыңыз депші. Неге сұрап жатырмын, потому что универдегі сабақ беретін ұстаздарымыздың жалақысы мектепте
әдеттегі ұстаздарымыздан да төменші. Мен сол нәрсеге енді қатты ішім ашитын нәрселердің бірі ше. Сөйтіп ол кісілермен сұраған кезде осы Қазақстан ақшасымен 1 миллионның үстінде табыс табады екен. Сосын мен айттым, неге Қазақстанға келмейсіздер, келсеңіздерші Қазақстанға деп ше. Біз сондай сіздер сияқты мықты ұстаздар біздерге де керек деп ше. Сол кезде айтсақ айтады, Қазақстанға барған кезде біз бәрін нөлден бастау керекпіз. И тем более Қазақстанда зарплата аз. Біз қалай өмір сүреміз дейді да. Әйелі де университетте мұғалім екен, жолдасы да университетте мұғалім, и химия пәнінің жаңағы кафедраның жетекшісі екен ол кісі. Ол кісі даже бір 2 миллионның үстінде ақша алады екен Қазақстан ақшасымен есептегенде, ал әйелі сол миллионның үстінде ақша алады екен да, спокойно. И біздегі сияқтандай бізде көп қой, 25 сағат 30 сағат деп сағатқа қарай біздің ақшамыз беріледі ғой. Ал ол кісілерде бір стандарт болады. Например, 12 сағат немесе 16 сағат деген сияқты бір стандарты болады, болды. Сол сабағын береді де аптасына жүре береді, миллион теңгесін алып деген сияқты ше. Соны мен айтқан кезде ол кісілерге ұсыныс жасадым, солай келсеңіздерші бізге деп ше. Сол кезде бір айтқан нәрсесі ол кісілердің жалақы төмен деп айтты. Сендер де мұғалімдердің еңбегін бағаламайды ғой деп айтты. Ол нәрсе мен жүрегіме қатты тиіп кетті, шынымды айтатын болсам. Мен өзім Қазақстан азаматы болғаннан кейін, сендер де мұғалімнің еңбегі бағаланбайды. Бізде барған кезде осынша қаншама білім алдық, мысалға магистратура, докторантура біз барған кезде ондай аз ақшаға жұмыс істегіміз келмейді деді. Себебі біз еңбегіміздің бағаланғанын қалаймыз дейді. Түсінікті. Жалпы сіздің осы саладағы өзіңіздің алға қойған стратегиялық жоспарыңыз қалай? Алдағы уақытта қандай дүниелер жасап, мысалға сіз қуанта аласыз да? Көрермендеріңізді, оқырмандарыңызды, жалпы мұғалімдерді деген сияқты. Жоспарыңыз қандай алға қойған? Жалпы алдағы 1 жылда қойған жоспарым бойынша мен офлайн мастер-класстар жасағым келеді. Жаңағы бір ақша табу мақсатында емес, өте жаңағы арзан суммада мастер-класстар жасағым келеді. Сол осы жол бізде ой болды, бірақ енді ойымыздағыдай ол болмай қалды. Бірақ әлі де біз қайтпаймыз, до конца мастер-класстар жасап, мұғалімдерге осы нәрсені біз офлайн түрде үйретіп, осы нәрсені өзі қиып жасап көріп, өзі ламинаттап, қажетті заттарын барлығын біз апарып бергіміз келеді. Сол жерге қойып, қажетті заттарын барлығын ол кісі өзі қолмен ұстап көріп, жасап көріп деген сияқты офлайнға шығып, әртүрлі офлайн мастер-класстар ұйымдастырсам деген ойымда бар, Алла нәсіп етсе. Офлайн мұғалімнің жаңағы бетпе-бет отырып, үйрету, жаңағы біз бірінші кезекте бізге керек нәрселердің бірі, бұл бізде компьютер да, ноутбукпен жұмыс жасайды. Сол ноутбукпен жұмыс жасап, ол кісілерге осы нәрсені көрсетіп, үйретіп деген сияқты осылай біз Алла нәсіп етсе алдағы уақытта жасағымыз келеді. Сонымен қатар бізде соңғы кезде қазақи құндылықтарға аса қатты мән беріп жатырмыз деп айтып жатырмын ғой. Сондықтан қазақи құндылықта парақшамды, инстаграмда жаңағы көп дамытқым келеді. Қазақи құндылығымызды жаңағы оқушыларға таныта отырып, көрнекіліктерімізді сол көрсете отырып, оқушылардың бір сабаққа деген қызығушылығын арттырып, қазақи құндылығымызға деген олардың бір жаңағы қызығушылықтарын ояту деген мақсатым бар, Алла нәсіп етсе. Тынық ханым, сізге алғыс білдіргім келеді. Бүгін студиямызға келгеніңізге, қонақ болғаныңызға, өзіңіздің осылай ашық жарқын пікіріңізбен бөлісіп, етене жақын ұстаздарымызға көмектесіп жатқаныңызға сізге көп рахмет. Сізге еңбегіңізге жеміс тілейміз, толағай табыстар тілейміз, және де көрерменге өзіңіздің айтатын ой пікіріңіз болса айта кетсеңіз болады. Рахмет сіздерге бірінші кезекте осылай подкастқа шақырып жатқандарыңызға. Жалпы менде бұл менің алғашқы подкастымда, қобалжу не болды бастапқы кезде. Сосын менде мынандай ой болды. Мен көмекшіме айтып жүредім да, подкастқа барып осы көрнекілікті біз көрсету керекпіз. Потому что көрнекілік мұғалімнің ең қажетті құралдарының бірі. Сондықтан мұғалімдерге арналған подкаст бар ма екен? Біз зерттеп көрейік деп ше. Аллах тағаладан сұрадым. Аллах тағала соған сәйкес бір алдыма алып кеп қойған сияқты да сізді. Сіз жазған кезде мен қатты қуанып кеттім да. Осылай подкастқа шақырып, жаңағы осы көрнекілігіңізді сіз оқырмандарыңызға көрсетейік, танытайық деген сіздің бір ілтипатыңызға мен өте қатты риза болдым. Рахмет тілеймін. Рахмет айтамын сіздерге. Жалпы оқырмандарға, осы подкастты көріп отырған жаңағы көрермендерімізге айтқым келетіні,
бастысы ниет. Ең бастысы жаңағы жасағым келіп жүр деген нәрсені жасағыларыңыз келіп жүретін болса, просто артқа қайтып кетпеңіздер. Главное, Аллаға тәуекел етіп жасаңыздар дегім келеді. Себебі бізде көп жағдайда болады да, жаңағы жасағым келеді деп жүреді де, потом оны бір жасамай қалдырып кетеді да, Иә. игнор жасап кетеді. Яғни мен қазіргі кезде студенттеріме, жаңағы шәкірттеріме, оқырмандарыма айтатын нәрсенің бірі, бұл сізге қалау келді ма, көрнекілікті жасау деген қалау келді ма, значит ол қалау Аллахтан келіп тұр. Біз ол қалауды игнор жасай алмаймыз. Сол нәрсені айтқым келеді. Егер қалау келетін болса, игнор жасамаңыздар. Аллах салып тұр, тұнық бұл көрнекілік саған саласы қолыңнан келеді, сен жасай аласың деген маған қалау салды. Мен әрекетімді тоқтатпай жасадым. Соған сәйкес Аллах тағала менің ризығымды беріп қойды да, осы көрнекілік саласы арқылы. Барлық оқырмандарға, көрермендерге айтқым келетіні, сіздерге де бір Аллахтан қалау келетін болса, жасаңыздар. Просто андай игнор жасамай жасап кетіңіздер деп айтқым келеді.